Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шоколад қосылған өте дәмді кекс жасайтын боламыз. Бізге қант ұнтағы қажет, ұн, май, сливки 33% болу керек, 3 жұмыртқа, грех жаңғағы және плиточный шоколад керек болады. Қанша қосатынымды видеоның астына жазып кетемін. Ал енді жұмыртқаны қант ұнтағымен әбден араластырып аламыз. Осылай әппақ болып шығуы керек. Енді жұмсақ майымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Ал енді сливкимізді өлшеп, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай 33% болу керек. Сонда кексіміз өте дәмді болып шығады. Енді аз-аздан ұнымызды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Ұнымызды 3 қайтара саламыз аз-аздан. Бәрі біркелкі болғанша орташа қалыпта араластырамыз. Мінекей қоюлығы осындай болу керек. Үстінен қопсытқышымызды саламыз. Міне енді миксерлеп болдық. Осылай қою болу керек. Енді қасығымызбен грех жаңғағын және де шоколадты қосып араластырамыз. Өте дәмді болатынына күмәнім жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан осылай дәмді болып шығады. Мінекей осылай араластыру керек. Енді пісіретін боламыз. Ал енді біз осындай мешочыққа салып, формочкаларымызды дайындап аламыз. Егер сіздерде бұндай форма болмаса, қалауыңызша қандай бар, сондаймен пісіруге болады. Міне дайындап алдық. Қазір енді осындай формочкаларды алып, өлшеп салатын боламыз. Менде осындай форма. Сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Менде біреуінде 48-50 граммдай болады. Толтырмай саламыз, жартылай ғана. Піскенде асып кетпейтіндей.
духовкамызға енді пісіретін боламыз. Мінекей осылай болу керек. Енді текстеп аламыз. 160 градуста 40-50 минутта пісіреміз. Мінекей дайын болып қалды кексіміз. Піскенін осылай таяқшамызбен тексеретін боламыз. Таяқшамыз кебу болу керек. Кексіміз дайын болды. Түрінен ақ көрініп тұр, қандай болғаны қазір көрейік. Мінекей астын осылай ашамыз. Жан жағына жабысып қалмайды. Бөліп көрейік. Мінекей грек жаңғағы мен шоколадтары ерекшеленіп тұр. Бөлгенде де дәмді екені көрініп тұр. Дәмі енді тіл үйретінде өте дәмді. Көріңіздер, сіздерде ас болсын.